Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 128-ші сабақ, жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз таптары деп аталады. 40-шы жаттығу, мәтінді тыңда. Ауылға барғанда. Мен биылғы жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары Назерке Үмітпен бірге картоп түптедік. Пияздың арам шөбін жұлдық. Шілденің ыстығы кезінде суға түскен қандай рақат. Қайта-қайта шомылып жүріп, мен малтуды да үйрендім. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам, Дарханжан ала жаздай жәрдем берді. Бір мая шөп тұрғыздыңдар. Еңбегіне бірдеңе беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ берем ғой, деді ағам күліп. Биылғы жұмысы ерен болды. Сондықтан тор биенің құлынын мінгізсем бе деп отырмын. Сөйтіп, ауылдан ат мініп қайттым. Биыл құлын болғанымен өсе келе ат болмай ма? Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар, осы жаттығу бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дархан қайда барды? Дархан ауылға барды. Ауылда Дархан немен айналысты? Ол қандай бала? Ауылда Дархан картоп түптеді, арам шөп жұлды, шөп тұрғызды. Ол еңбекқор бала. Оған ағасы не атады? Неліктен? Оған ағасы тор биенің құлынын атады. Себебі Дарханның еңбегі ерен болды. Ал сен ауылға бардың ба? Ауылға барғанда не істейсің? Мен демалыста ауылға барып тұрамын. Онда әжеме көмектесемін. Әжем екеуміз құрт жаямыз деп жауап беруге болады. Немесе ұл балаларға атама көмектесемін деп. Саған қайда демалған ұнайды? Маған ауылда демалған ұнайды. Себебі ауылдың ауасы таза. Мәтіннің алғашқы екі сөйлемін жазып сөз таптарына талда деген екен. Мәтіндегі алғашқы сөйлемдер: мен биылғы жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады. Бұл жердегі мен, жаз, ауыл, менің, Ергөбек, ағам сөздері зат есім. Ал бардым, тұрады деген ол етістік. 41-ші жаттығу: көп нүктенің орнына негізгі зат есімді қойып жаз. Кезекші, сыйлық, көлшік, іскер, сөздік, достық деген сөздер берілген. Енді бұл сөздердің алдына негізгі зат есімдерді қойып жазамыз. Сонда кезек, кезекші, сый, сыйлық, көл, көлшік, іс, іскер, сөз, сөздік, дос, достық болады. Негізгі зат есім дегеніміз не? Негізгі зат есім дегеніміз түбірі зат есімнен тұратын сөздерді айтамыз. Туынды зат есім дегеніміз не? Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы неде делінген? Туынды зат есім дегеніміз негізгі зат есімге, яғни түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. Біздікі жаңағы тапсырмадағы кезек сөзі негізгі зат есім болды. Ал оған жұрнақ жалғанғаннан кейін туынды зат есімге айналды. Айырмашылықтары осында. Келесі 42-ші жаттығу: кестені тиісті сөздермен толтыр. Бұл жерде түбір сөз және де жұрнақ, туынды сөз 3 топқа бөлінген. Түбір сөз жұмыс және де соған жұрнақ жалғап туынды сөз шығаруымыз керекпіз. Жұмыс, оған шы жұрнағы жалғанып жұмысшы болды. Қалған сөздерді өзіміз ойлап табамыз. Мысалы, жұрнақ берілген лық деген, оған мысалы бала лық деп туынды сөз жасауға болады. Дос, достық, әдіс, әдіскер, сара, сарала, қол, қолда деген туынды сөз пайда болды. 43-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Сағат тілі бойынша екі әріптен қалдыра отырып оқысаң мақал шығады. Қай әріптен бастап оқу керек?
Балалар, мына шеңбердің ішіне қарап отырсаңыздар, мына жерде сызықша тұр, төменге қарай бағытталған. Осы жерден бастап оқимыз деген сөз екі әріптен қалдырып отырамыз. Сонда мына сызықша о әрпінен басталған екен. Демек, о және де одан екі әріпті қалдырып, келесі әріпті оқимыз. Сонда оқу инемен құдық қазғандай деген мақал шықты. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Төменде подписаться деген кнопка болады, сол кнопканы міндетті түрде басып қоятын болсаңыздар, келесі сабақты оңай көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі сабақта кездескенше балалар, сау болыңыздар.